Жайықтың тартылуы жұртты қатты алаңдатып отыр. Дарияның деңгейі соңғы жылдары төмендеп кетті. Өзен аңғарының экологиялық ахуалы күрт нашарлап, ластану көрсеткіші бойынша ең соңғы, яғни 5-ші дәрежеге жетті. Мен осы күрделі мәселені бірнеше рет халықаралық деңгейде көтердім. Қазақстан мен Ресейдің арасында бірқатар келісім шартқа қол қойылды. Экологияны трансшекаралық өзендердің био әлемін сақтау және оны тиімді пайдалану тәртібін реттейтін құқықтық негіз бар. Көрші елмен осы бағыттағы әріптестікті нығайтып, келісімдердің мүлтіксіз орындалуына күш салу керек. Бұл істе бәрін тиісті мемлекеттердің өкілдеріне ғана жүктеп қойға болмайды. Сарапшылар, кәсіпкерлер, үкіметтік емес ұйымдар және қоғам белсенділері де өз міндетін атқаруға тиіс. Жайықты сақтауға бәріміз күш жұмылдыруымыз керек. Экологиялық ахуалдың нашарлауы көптеген салаға кесірін тигізеді. Нақты шараларды бүгін қабылдамасақ, ертең кеш болуы мүмкін. Сондықтан табиғатты қорғауға қатысты кез келген заң бұзушылықтың жолын кесу керек. Өзеннің аңғарын түгелі тексеріп, ондағы нысандардың заңдылығын мұқият қарау қажет. Жайық өзеннің бойын тазалап, экожүйені қалпына келтіру үшін нақты шаралар қабылдау керек. Бұл облыс әкімінің және үкіметтің тікелей міндеті.